Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге бастауыш сынып мұғалімі Канапина Зибагүл Сейдәліқызы. Біз қазақ тілі пәнін оқуды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы айтыс өнері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтінді түсініп оқимын, жаңа сөздердің мағынасын түсінемін, мәтінді мазмұндай аламын. Оқушылар, бүгінгі сабақта қандай жаңа сөздер үйренеміз, соған назар аударайық. Жаңа сөздер айтыс, шаһар, шілдехана. Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздердің орыс тіліндегі аудармасы: айтыс – обычаи и традиции казахского народа. Шахар – город. Шілдехана – праздник в честь рождения ребенка. Жаңа сөздерге байланысты суретті сөздікке назар аударайық. Айтыс – ақындар арасындағы сөз сайысы, жыр сайысы. Шахар – қаланы ежелде шаһар деп атаған. Шілдехана – жаңа туған нәрестеге арнап шілдехана жасалады. Енді мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтінді түсініп, зер салып оқып шығайық. Бүгін мен Ақшабайдың ауылына тойға бардым. Той өте керемет өтті. Шілдеханаға танымал айтыс ақындары келген. Ақындар біріне-бірі өлеңмен жылдам жауап берді. Олардың өнеріне таңғаласың. Ақындар Сығанақ шаһары туралы көп біледі. Олар елдегі жаңалықтарды әнге қосып айтты. Халық өте көп болды. Жеңімпаз ақынға Ақшабай алтын құмыра мен шапан берді. Меніңше, айтыс нағыз өнер. Ол ата-бабамыздан келе жатқан мұра. Енді тапсырма орындаймыз. Сөйлемдерді оқып, бос орынға керекті сөздерді қойып жазайық. Керекті сөздер: сыйлық, халық, шаһар, айтыс. Орындаған тапсырмаларымызды өзіміз тексеріп шығайық. Бірінші, айтысқа халық көп келеді. Екінші, айтыста шаһар, ел туралы айтады. Үшінші, ақындар шаһар туралы көп біледі екен. Төртінші, ақындарға сыйлық берілді. 3 минуттық эссе стратегиясы. Сұрақтарға жауап беру арқылы шағын эссе жазайық. Бірінші, айтыс деген не? Екінші, айтысқа кімдер қатысады? Үшінші, айтыста не туралы айтылады? Кері байланыс. Балалар, егер бүгінгі сабақ түсінікті болса, алманы таңдаймыз. Егер сұрақтарың болса, онда шиені таңдаймыз. Ал көмек керек болса, онда пиязды таңдаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.